қар жанат. Орман тоғайы аз облысымызда қағаз өндірісі үшін тың бастама қолға алынбақшы. Шикізат тапшылығын жою мақсатында кәсіпкерлер өсімдіктің жаңа түрін өсіре бастады. Тақырыпты Нұрмахан Кенжехан тарқатады. Оңтүстік еркін экономикалық аймағы маңындағы 20 гектар жерде бүгінде сора жайқалып өсіп тұр. Биіктігі белуардан келеді. Бұл өсімдікті қағаз шаһары серіктестігі биыл көктемде еккен. Басты мақсат қағаз өндірісіне шикізат есебінде пайдалану. Егін ексең сора ек, мұнан болар пайда көп. Қағаз шаһары СЭС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары бүгінде осы қағиданы берік ұстанған. Құрамында есірткісі жоқ. Мұна техникалық сорадан 25 мың түрлі өнім алуға болатындығы дәлелденіпті. Облысымызда тағы осында 20 гектар жерде жайқалған егістік бар. Толық пісіп жетілсе, сораның биіктігі 4 метрге дейін жетеді екен. Финляндиядан, Россиядан, Қытайдан шикізаттарды алып отырдық қағаз өнімін өндіріп шығару үшін офистік техникаға арналған қағаздарды. Енді қазіргі кезде бізге оларды сатып алғаннан гөрі өзіміздің шикізаттың болғаны дұрыс болып отыр. Сол мақсатта біз мынау бидайдан, сабаннан көрдік. Одан кейін жаңағы қамыстан көрдік, болмады. Сосын льоннан шығарып көрдік қағазы. Ең соңында міне техникалық коноплядан шығаруға болатын білдік. Бұл сораның құрамында 72% жабысқыш, иілгіш, целлюлоза бар. Салыстырмалы түрде айтсақ, мақтада ол 48%, ал ағашта тек 24% кездеседі. Украинадан әкелінген сораның тұқымы жерсініп кетсе, егістік көлемін ұлғайтпақ ниетте. Неге бұл жерге егілді деген сұрақтың жауабы мынадай. Осы аймақта мақта кластері дамыған, кілем тоқу-тоқыма өндірісі шоғырланған. Олардың бәріне иірілген жіп секілді шикізаттар өте қажет. Қара сораны мынанда өзге мақсаттарға пайдалануға болады. Ол қағаз, ол мата, ол жіп иіру, текстиль несі, одан кейін малға өте сапасы, құрамы мықты жем, сол сияқты тағы мынау тағамдық өнімдерге де өте пайдасы көп нәрселері бар, және фармацевтикалық мақсаттарда да қолданылады. Бұл сораның құрамында есірткінің жоқ екені әбден тексеріліп дәлелденген, сондықтан болса керек, тез ет алу үшін жем-шөп орнына малға салады. Егістік көлемі ұлғайған жағдайда мұнда жаңа зауыт салу жоспарланып отыр, сонда ғана таза отандық өнім алатын боламыз дейді қағаз шығарушылар. Нұрмахан Кенжехан, Әлім Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, Оңтүстік ақпарат.